Сәлем достар, көшіп барсам Түркияде жұмыс табыла ма? Сен не істеп жүрсің деп сұрайтын ел азаматтарына жауап. Түркияде жұмыс істеу үшін сіз кем дегенде Түркияның азаматы болуыңыз керек, я болмаса жұмыс істеуге арнайы рұқсат аласыз. Рұқсатсыз жұмыс жасау заңсыз деп саналады. Оның жазасы айыппұл мен депорт. Плюс Түркияге қайта кіре алмайсыз. 6 ай, 1 жыл, бәлкім 10 жыл. Жұмыс істеудің заңды жолдары да бар. Бірінші шарты, жұмыс беруші сіздің Түркияде жетіспейтін, майшаммен іздесе табылмайтын маман екеніңізді арнайы орынға дәлелдеу керек. Ал ол үшін жұмыс беруші компания үкіметке сізді жалдағанына 2 есе қымбат салық төлейді. Ал егер компания сізді тіркемей жұмысқа алса, оны тексеріс біліп қойса, айтарлықтай көлемді айыппұл сізге де компанияға да салынады. Көріп отырғаныңыздай сіз керемет білімді, сирек кездесетін талантты маман болмасаңыз, түрік компанияларына шетелдікті жалдау тиімді емес. Заң тек